Сәлем достар, бүгін біз алма және банан қосылған зефир дайындаймыз. Ол үшін бізге банан, аздап лимон қышқылын қосып, езіп аламыз. Бір келкі маста болу керек. Осындай бананымызды езіп аламыз бір келкі. Лимон қышқылы қосылған себебі қарайып кетпес үшін. Миксерімізге қантымызды, белогымызды және де езілген бананды алма пюресін қосып, баяу араластырамыз. Екінші ыдысқа біз қантымызды және де глюкозный сиропымызды қосамыз. Не болмаса мед-пен алмастыруға болады. Агар-агарымыз және де суымызды қосып, бір келкі етіп араластырамыз. Отқа қойып, 100 градусқа жеткенше араластырып тұрамыз. Және де 100 градусқа жеткен кезде біз миксеріміздің жылдамдығын арттырып, белогымызды ұлғайтамыз. 110 градусқа жеткен сиропымызды оттан алып, миксерде араласып тұрған мастамызға жаймен құямыз. Толық құйылған сиропымызды құйып болғаннан кейін 1 минут шамасында миксерімізді тоқтатпай араластырып тұрамыз. Нығыз маста болу керек бізде. Және де мешогымызға массамызды салып, пергамент қағазына отырғызамыз. Өз қалауларыңызбен зефирдің формасын жасауға болады. Және де үй температурасында 8-10 сағат қалдырамыз. Егер сіздерде агар чили болатын болса, міндетті түрде 2 сағаттың көлемінде сіздің зефиріңіз дайын болады. Мен бұл видеодағы зефирлерге агар чили қосылды. 2 сағат көлемінде менің зефирім дайын болды. Және де қант ұнтағы мен көкөніс крахмалын қосып, осылай үстінен сеуіп, бір-біріне беттестіріп шығамыз. Және де өз қалауларыңызбен сәндеп ұсынсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған Жайдия кондитер орталығы ас болсын қыздар. Міндетті түрде жасап, отзывтарыңызды қалдырыңыздар.